Қазақтардың өзара әңгімесінен естігенім, Қытайдың ханы Абылай сұлтанға хат жазып, Астрахандағы қалмақтар бізге келе жатыр, олардың жүретін жолын ашып қой деп талап етіптіміз. Оған Абылайдың не жауап бергенін білмейміз, бірақ осы естігеніміз шындыққа ұқсайды. 1771 жыл 16 сәуір. Князь Урусовтың Астрахан губернаторы Бекетовке жазған хатынан. Еділ бойындағы қалмақтардың Ресейге артқан үміті ақталмады. Осыдан бір ғасырдай бұрын ғана Еділ бойына келіп, ноғайларды талқандап, шұрайлы жерлерге енді қоныстанған қалмақтар Айдаһардың аузынан қашып, үлкен аюдың үңгіріне келгенін байқамай қалды. Оларды Еділ бойынан Мәскеу күтіп алған болатын. Сонымен, даланың ең қуатты жауынгерлерін бір ғасыр бойы өз қалағанынша пайдаланған Мәскеу осы көшпенділердің қолымен талай соғыста жеңіске жетіп, Ресей мемлекеті бұрын соңды болмаған қуаттылыққа ие болды. Сіздерге қалмақтардың Мәскеуге қандай көмек бергенін жіпке тізгенде етіп айтып берейін. 1681 жылы әлі де тәуелсіздігін сақтап отырған Башқұрт еліне шабуыл жасап, оларды Мәскеудің қол астына кіргізді. 1709 жылы Еуропадағы ең қуатты армия саналатын Швециямен соғысқа қатысып, Петрдің ең үлкен жеңісі Полтава шайқасында осы қалмақтар Мәскеуге жеңісті жұлып алып берді. 1710 жылы Мәскеу үшін Осман империясымен аяусыз соғысқа түсті. 1728 жылы парсыларға қарсы жорықта мыңдаған қалмақ жауынгерлері алдыңғы қатарда жүріп шайқасты. 1786 жылы Ресей үшін Кавказ жерін жайпап, Қырым хандығының түбіне жетуге көмек берді. Ең ақыры Наполеон әскерін Бородино даласында талқандауға көмектесіп, Парижге салтанатпен кірген әскерлердің арасында осы қалмақтың жауынгерлері де болды. Алайда бұл соғыстар қалмақтар үшін өте ауыр тиді. Себебі олар бұл соғыстарға Мәскеудің мәжбүрлеуімен ғана қатысып отырды. Мысалы, Ресейдің Осман империясымен соғысына қатысып, сол соғыстарда 70-80 мыңға жуық қалмақ жауынгерлері қаза болған екен. Уақыт өткен сайын қалмақ қоныстарына таяу жерлерден қамалдар салынып, көшпелі халықтарға Мәскеудің бақылауы күшейе бастады. Келер күні бұлыңғыр тұманға айналған қалмақтар арасында енді туған жерге, Жоңғарияға қайту туралы идея тарай бастады. Мәскеуден әбден теперіш көрген қалмақтарға енді ата мекені Жоңғария жері ыстық болып көрінді. Жоңғарияға қайтып оралу идеясын таратушылар сол кездегі қалмақтардың арасында аса үлкен беделге ие болған Будда монахтары болатын. Еділ қалмақтарының бұл үлкен көші ойламаған жерден және жоспарсыз жүзеге асты десек, бұл қате болар еді. Себебі осы кезге дейінгі мұрағат деректері бұл көштің мұқият ойластырылғанын және жолда кездесетін қауіп қатерлерге қарамастан бұл көшті жалғастырудың қаншама әдіс тәсілдері мұқият қарастырылғанын көрсетіп отыр. Қолда бар тарихи деректерге қарағанда 1770 жылдың күзінде қалмақ билеушілері Жоңғарияға қайтып оралу туралы сол кездегі Цин патшалығы мен
құпия келіссөздер өткізгендігі белгілі болып отыр. Қалмақ ауылдарына бұл идеяны таратуды Әмірсан Шерен деген адам жүргізген екен. Қытай билігінің құпия келісімін рұқсатын алғаннан кейін қалмақ ауылдарына сөзі өтімді Будда дінбасылары насихат жұмыстарын одан әрі күшейте түсті. Қалмақтардың арасындағы күдікті қозғалыстардың жиілеп кетуі және Мәскеу жансыздарының хабарынан кейін екінші Екатерина патшайым бақылауды күшейтуге тапсырма береді. Осыдан кейін ғана олардың құрған жоспары әшкере болғасын, қалмақтар жоспарланған мерзімнен бұрын қозғалуға мәжбүр болады. Міне, осының салдарынан жалпы саны 180 мыңға жуық қалмақ қозғала бастаған кезде 60 мыңға жуық халық Еділдің оң жағалауында қалып қойды. Себебі ол кезде Еділ өзеніндегі мұз тым жұқа болатын. Екінші Екатерина патшайым сарайына қалмақтардың көше бастағаны туралы хабар кеш жетті. Әскер жіберем дегенше қалмақтар Еділден кесіп өтіп, қазақтар мекендейтін ауылдарға жетіп үлгереді. Қалмақтарды қуып жетіп, кері қайтаруға жіберген жайық бойындағы казактар бұл бұйрықты орындаудан бас тартты. Қалмақтардың бұл көші жайық казактарының кейбір әскерін бірнеше рет талқандап, шығысқа қарай ентелей ұмтылуы Орынбор губернаторын қатты алаңдатты. Мәскеу үшін қалмақтар әлі де керек болатын. Олардың қолымен әлі талай шаруаны тындыратын жақсы түсінген Орынбордың губернаторы енді қулыққа көшті. Еділден өтіп жан дәрменімен жайыққа ұмтылған қалмақтарды тоқтату үшін Орынбор губернаторы қазақ ауылдарына көмектескендей кейіп танытып, жайық бойында жатқан қазақ ауылдарына хабаршы жібереді. Бұл хабаршылар қалмақтар сендерге шабуыл жасауға келе жатыр деген әңгіме таратады және осы арқылы көшпелі халықтарды бір-біріне тағы да қарсы қойып үлгереді. Оның үстіне, егер қалмақтармен шайқасқа түсер болсаңдар, олардан алған барлық дүние мүлікті өздеріңе ала беріңдер деген сөзді де айтуды ұмытпады. 2 ғасырдан астам уақыт бойы қазақтардың ығырын шығарып, тіпті жойып жібермек болған халық енді бәрін тастап, әйтеуір аман есен Жоңғарияға жетіп алмақ болды. Алайда, қырғын көрген қазақтардың көп бөлігі олардың бұлай жайдан жай кете салуына келісе қоймады. Еділ бойынан жөңкіле көшкен осы алапат көштің шыққаннан бастап, Жоңғария жеріне табандар тием дегенше, қайда демалғаны, қайда тоқтағанына дейін қазақтардың көз алдында өтіп жатты. Қалмақтар жайықтан өтіп, Балқаш көліне қарай беттеді. Осы кезде кіші жүз қазақтарының Нұралы хан бастаған тобы оларды жолай ауылдардан өткен сайын тыйтықтатып шабуылдай берді. Алайда мың асқанға бір тосқан демей ме халқымыз? Еділден бері қолға түспей, амалын тауып құтылып кетіп отырған қалмақтар Мойынты өзенінің бойында тас түйін болып жиналған Абылай ханның әскерінің толықтай қоршауына түсті.